60 жастағы бір ер кісі бөлмесінен саңлау жасап алған. Ол сонда күніне 2 сағат балық аулайды. Дәл осылай балық аулағанына 18 жыл болыпты. Көршілерінің бәрі бұл жерден көшіп кетіп жатқанда ол бөлмесінен бір елді ажырағысы келмеді. Сөйтсе бұл жер оның өзге жан білмейтін құпиясын сақтап жатқан екен. 18 жыл бұрын теңіз деңгейі көтеріліп алапат толқын бұл ауылды басып қалды. Ауыл халқы тұтас көшіп кеткенде атай мұнда жалғыз алған екен. Толқын көтерілген сайын ол үйін тағы бір қабатқа биіктетіп отырды. Текше құрағандай биіктеткен үстіне биіктете берді. Бүгін таңда оянса су деңгейі тағы көтеріліпті. Шарасыздан үйді тағы да көшіруге кірісті. Бұл оның нешінші көше екені есінде жоқ. Ауа райының қандай құбылысына қарамастан, оның қашанда үйдің жаңа бір қабатын тұрғызып жататынын көресің. Бірақ бұл жолғы көште ойламаған оқиға орын алды. Ол заттарын көшіріп жатқанда абайсызда мүштігін суға түсіріп алды. Түкке тұрғысыз бір мүштік болғанымен де қария үшін оның ерекше бір мәні бар еді. Келесі күні ол бірнеше мүштік сатып әкелді, бірақ оның ешбірін жаратпады. Сөйтті де ол сүңгуір костюмін киіп суға түсіріп алған ескі мүштігін тауып алуға бел буды. Бірден суға түсті. Үйдің бірінші қабатына келгенде қозғалыссыз жатқан мүштігін байқады. Ол оны ала берген сәтте санасы сан қилы елестерге толды. Мүштігін бейне бір әйел алып беріп жатқандай сезініп кетті. Осы кезде бойынан тоқ жүріп өткендей әсер алды. Бүтін бір оқиға осылай басталды. Қария еден тақтайын көтеріп келесі қабатқа түсті. Бұл қабаттың бұрышында шағын бір кереует тұрды. Естеліктер бейне бір пияз сияқты қат-қатымен ашыла берді. Бұл әйелінің өмірмен қоштасардағы соңғы сәт еді. Ол дәл осында отырып, жан-жарын соңғы сапарға шығарып салған болатын. Бүкірейіп ол мұнда ұзақ отырды. Сапарын жалғап ол тағы бір қабатқа түсті. Мұнда үлкен бір диван тұр. Бұл 6 адамнан тұратын бір отбасының өмір өткен орын. Қызы мен күйеу баласы және олардың 2 баласы. Олар мұнда ең алғашқы отбасылық суретке түскен болатын. Бар зат бәз қалпында тұр. Тек адамдарсыз. Қария әрі қарай жүзіп барады. Қызы болашақ жарымен ең алғаш дәл осы бөлмеде таныстырған еді. Жас жігіт танысып қолын созды, бірақ ол тым қатал қабылдады. Тек әйелі ымдаған кезде ғана ол қызының тұрмыс құратын шаққа келгенін түсінген болатын. Көп ұзамай ата-анасының ақ батасын алған қыз сүйіктісіне тұрмысқа шықты. Қария әрмен қарай жылжыды. Бұл қызының әлі кішкентай шағы. Ол бойжетіп оқуға аттанғанға дейінгі бал-дәурен балалық шағын осында өткізді. Бұл әрі оның отбасынан алғаш рет алыстаған кез болатын. Қария одан да тереңде қалған қабатқа қарай жүзіп барады. Мұнда қаншалықты құпия сақталған ешкім білмейді. Бұл қызының туған шағы. Аяғын қаз-қаз басып жүруді, текшелерді құрауды енді ғана үйреніп жүр. Әйелдің қуанышында шек жоқ. Ақиқатқа қайта оралған сәтте қария өзінің соңғы қабатта тұрғанын бірақ білді. Ол енді сыртқа қарай бет алды. Шықты да су астындағы әлемге қарап тұрып, өзінің бала шағын еске алды. Бұл әлі су баспаған ауылдың тамаша бейнесі. Айналада гүлдің хош иісі бұрқырап тұр. Ол өз сияқты балақаймен бірін-бірі қолап ойнап жүр. Олар сабақтан қайтқан сайын ағаштың астында осылай асырсап ойнайтын. Біртіндеп қуаныштың құшағында жүріп, екеуі де өсіп келеді. Балалық шақтан жастық шаққа есейген кезге дейін. Бір күні ол қызға сезімін білдірді. Қуаныштысы қыз да оны қатты жақсы көрген екен. Сөйтіп олар өз отбасын құрды. Екеуі өз шаңырағының іргесін бірге қалады. Өз үйлерінде алғашқы дастарханда жайылды. Алайда шындыққа қайта оралғанда қария сопиып жалғыз тұр екен. Барлығы да көрген бір түстей. Барлығы да санада сайрап тұр. Сол кездегі ыдыс та тұр. Тек соны ұстаған адам ғана жоқ. Біз көп жағдайда бірдеңені оңайлықпен байқай қоймаймыз. Тұрып жатқан зәулім үйіміз болғанымен, ішіндегі адамдар өзін уақыт өткен сайын жалғыздықта сезінеді. Қария шын өмірдегі үйіне оралды. Өзіне ыдыс қойды. Жападан жалғыз өзі болса да, қос стақанға толтырып шарап құйды. Сөйтті де, сен менің санамдасың деді.